Қолжазбалардың жасын қалай анықтау керек екенін біз қарастырып өттік. Енді біздің алдымызда тағы бір сұрақ туындайды. Шынымен де жаңа өсиеттің мәтіні біздің заманымызға дейін өзгермей жетті ме? Библиографиялық сынақ барысында ғалымдардың қоятын бірінші сұрағы уақыт мөлшеріне байланысты. Біздің қолымыздағы көшірмелер түпнұсқадан қаншалықты алшақ? Менің қандай ашылымға келгенімді білесіз бе? Сіздерге былай деп айтам: киелі жазбаны, Құдайдың сөзін кез келген көне әдебиетпен, кез келген кітаптармен және құжаттармен қаншалықты салыстырған сайын, соншалықты үлкен сеніммен, қадір-құрметпен және тамсана Құдай сөзіне берілем. Қазір түсіндірем. Мүмкін болса салыстырып көру үшін біріншіден басқа тарихи материалдардың түпнұсқадан қаншалықты алшақтығын көрсетіп кеткім келеді. Мысалы, мүмкін сіздерге екінші Плиний атымен белгілі кіші Плиний. Оның шығармаларының алғашқы сақталып қалған көшірмелері түпнұсқадан 750 жыл алшақта. Оған дейінгі болған көшірмелердің барлығы шіріп, немесе ағарып кеткен. Юлий Цезарьдің ғал соғысы туралы хаттары көшірмелердің түпнұсқадан алшақтығы 1000 жыл. Платон еңбектерінің түпнұсқасы мен көшірмесінің арасындағы уақыт мөлшері 1200 жылды құрайды. Аристотель поэтиканы біздің заманымызға дейінгі 343 жылы жазды. Ал бізге жақын оның көшірмесінің жас мөлшері біздің заманымызға дейінгі 1100 жыл арасындағы жыл айырмашылығы 1400 жыл. Еврипидтің еңбектері айырмашылық 1000 жыл. Софоклдың шығармалары 1400 жыл. Катулдың туындылары 1600 жыл. Жаңа өсиетке келетін болсақ, түпнұсқа мен бізге белгілі алғашқы көшірмесінің арасындағы уақыт мөлшері 50 жылды құрайды. Басқа көне әдебиетпен ешқандай теңеуі жоқ. Сонымен толық Інжілді қосқанда жаңа өсиет қолжазбаларының бізге дейін жеткендерінің көбісі шамамен біздің заманымыздың 250 жылдар табылған. Егер түпнұсқа мен бізге жақын көшірме арасындағы уақыт мөлшері жайында айтатын болсақ, онда басқа көне құжаттармен ешқандай теңеу жоқ екенімен келісетін шығарсыздар. Алайда одан да маңызды сұрақ: бізде қанша көшірме бар? Білесіз бе, қаншалықты көп көшірмелер сақталып қалған болса, онда түпнұсқаны, қолтаңбаны қайта қалпына келтіруде және аталмыш таза мәтінді, немесе оның қандай да бір бөлігін өндіруде соншалықты жеңіл болады.